Ассалаумағалейкум. Құрметті көрермендер, Тоқаев міне бүгін 12 қараша 2025 жылы Путинмен одақтас мемлекет деген құжатқа қол қойды. Толық интеграция болып жатыр. Қазір бүкіл жерде тіпті қазақ тілінде алып тастады. Әскери бүкіл жағынан одақтас мемлекет болды. Және мен байқаймын, қазақтар тек қана комментарияда жазады. Неге бұлай, неге бізден сұрамайды, рұқсат, референдум жоқ. Атом электростанция салуға не, қазақтардан рұқсат сұрады ма? Жоқ. Пенсионный фондтың ақшасы 173 миллиард теңге Ресейге аударды. Вагон аламыз деді ма? Вагон қайда? Ақша қайда? Сіз халықтың ақшасы ғой, сендерден рұқсат сұрады ма? Сұрамайды әрине. Қазақстанның ұлттық қоры бар. Иә, Назарбаев жинаған 250 миллиард. Оны құпия қылып тастады. Бүкіл соғыс Ресейге соғысқа кетіп жатыр. Қазақтардан бір сұрап жатыр ма? Неге комментарияда таң қаласыңдар? Бізден неге рұқсат сұрамайды? Немесе ол жай қағаз ғой. Бұл жай қағаз, қол қояды. Бірақ соны қанмен қайтарасыңдар. Сол ертең айтады орыстар, сендер өздерін осы жерді беріңдер. Міне қол қойды, міне Тоқаев, міне парламент қол қойды. Ал бермейді, жай бермейді, өздерін бердіңдер қазақтар. Сендер сайлаған президент, сендер сайлаған парламент қол қойды. Ал біз бұған ақша қидық дейді. Ал беріңдер, қайтарыңдар ақшаны дейді. Ал халық кедей қалай қайтарады? Осының бәрі неден? Халық саясатқа араласпаған кесірінен. Саясатқа араласпаған халық басқа халықтың құрбаны болады, саяси құрбаны болады. Сондықтан қазақтар саясатқа араласыңдар, хабарласыңдар. Егерде сіз маған, мысалы, біз ұлтшылдар бас қосып, бүкіл қалада жігіттеріміз бар. Егерде бізге хабарласуға қорықсаңыздар WhatsApp-қа, онда егемендік, бас көтеру керек, анау мынау бәрі бос әңгіме. Онда мойындау керек, қорқақпыз болды. Қайтеміз ол комментарийда батыр болып. Айтарым сол,